Саламатсыздар ма достар? Бүгін сіздермен мен жаратылыстану кафедрасының мұғалімі, биология пәнінің оқытушысы Жанарбаева Айнұр Намазбаева. Бүгін сіздермен бірге мен биология пәнін өтетін боламын. Тақырыбы Қазақстанда мекендеген динозаврлар әлеміне саяхат. Сабақта меңгеретіндеріңіз дәл Қазақстанда өмір сүрген динозаврларға шолу жасау. Ғалымдар динозаврлар әлемі 225 миллион жыл бұрын пайда болып, жер бетінде 160 миллион жылдай өмір сүрген деседі. Жалпы динозаврлар 2 отрядтан және 25 тұқымдастан тұрады. Жалпы динозаврлардың жойылуы ор эрасының соңында болған бірнеше себептерге байланысты деседі. Соның бірі жер бетіне алып кометаның құлауы болатын болса, екінші себебі биоқордың таусылуы. Осы динозаврлар әлемі өз миссиясын осы жерде аяқтайды деген бірнеше теориялар бар. Ал енді динозаврлар бүкіл әлемді жаулағанда, дәл Қазақстанда қандай динозаврлар өмір сүрген, біз соған тоқталып өтейік. Жалпы археологиялық қазбаларға қарайтын болсақ, палеонтологтардың жұмысы, яғни қандай жерде қандай динозаврлар өмір сүргенін біз анықтауымызға болады. Тобымызды алекторозавр деп аталатын динозаврдан бастаймыз. Олар тиранозавр тұқымдасына жатады. Бұл динозаврлардың биіктігі 2 метр, ұзындығы 5 метрге дейін жетеді, ал салмағы 1-1,5 тоннаны құрайды екен. Жалпы бұл динозаврлардың түрлері Қазақстанда, Өзбекстанда, Монғолия жерлерінде кездескен екен. Келесі біздің ең қауіпті әрі ең жыртқыш динозаврымыздың бірі және дәл Қазақстанда өмірде сүрген ол тиранозавриттер тұқымдасына жататын тиранозаврлар. Олардың биіктігі 7 метр, ұзындығы 13 метрге дейін жетеді, ал салмағы 1,5 және 10 тоннаға дейін жететін ең алып динозаврдың бірі. Олардың бас сүйектері, яғни жақ сүйектерінің өзі 1 метрден асады екен. Көрдіңіздер ме? Одан бөлек олардың тістері өте өткір, өз жемтіктерін оңай, яғни жыртқыш ретінде оңай аулап алуға да бейімделген. Ал енді олардың жамбастары өте жылдам қимылдайды, өзінің жемтігін оңай аулауға бейімделген екен. Ал енді ең үлкен динозаврымыздан біз ең кішкентайына көшейік. Олардың аты батрахорнат деп аталады, яғни ктинозавр тұқымдасына жатады екен. Ең үлкеніне қарағанда бұл ең кіші динозаврларымыз жыртқыш болып саналмайды екен. Олар тек қана шөптесін өсімдіктермен ғана қоректенеді. Дәл осы динозаврдың түрі өзіміздің Қазақстанда Бәйдібек ауданында және Қаратау тауларының бөктерінде сүйектері табылған деседі. Келесі динозаврымыздың түрі немангозавр деп аталады. Дәл осы динозаврлар біздің қазіргі Қызылорда облысында мекендеген деседі. Яғни 92 миллион жыл бұрын археолог ғалымдарымыз осы Қазақстанның Қызылорда облысынан сүйектерін тапқан екен. Бұл да жәндікпен және шөптерменен қоректенетін болған. Жалпы Қазақстан негізі флорасы өте бай болғандықтан, дәл шөптермен қоректенетін динозаврлардың түрлері өте көп болған екен. Келесі біздің динозаврымыздың аты аралозавр деп аталады. Өзі аты айтып тұрғандай, Арал теңізінің маңында орналасқан екен. Бұл динозаврлардың ұзындығы 8 метрден 10 метрге дейін жетеді екен. Дәл Арал теңізінің жанында бұл динозаврдың сүйектері табылғандықтан, бұл динозаврдың атын аралозавр деп атаған екен. Келесі біздің динозаврларымыздың тобы ол ұшатын динозаврларға жатады. Яғни птерозавр тұқымдасына жататын динозаврларға тоқталайық. Дәл айтқанда Қазақстанның Түркістан қыраттарында және Жамбыл облыстарында археолог ғалымдарымыз сүйектер тапқан екен. Сондықтан бұл тарихи ресми жаңалық болғаннан кейін біз оны Қазақстанда мекендеген деп толық айта аламыз. Жалпы айтылғанда барлық динозаврлардың түрлері дәл Қазақстанда табылу себебін біздің палеонтолог ғалымдар, яғни археологиялық ғылымдарға сай сүйектерді қазбалау және зерттеудің арқасында осындай тарихи ресми жаңалықтарды шығарған.
Бұл жаңалықтарды әлде де зерттеп келе жатыр. Яғни тек қана Қазақстанда ғана емес, шет елдегі, яғни онымен бірге Discovery ресми сайттары да дәлелдеп отыр. Ал енді достар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Үй тапсырмасы ретінде осы аталған тақырыпқа байланысты Қазақстанда мекендейтін динозаврлар әлеміне саяхат деп жазасыздар дәптерлеріңізге. Сонымен қоса 10 тест сұрақтарын құрастырып, маған қайта кері байланысқа шығыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.